Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Егер өз ойымды айтар болсам, мен осы уақытқа дейін ақиқатты шын жүрекпен әрі ешбір қалаусыз, яғни тәкаппарлықсыз, таза ниетпен іздеген адамның Алла тағала тура жолға салмағанын көрген емеспін. Сондықтан да Алланың дінін қабылдаған көптеген ғұламалар, көптеген қолбасшылар, олардың өмір баянына терең үңілер болсаңыз, олардың әрдайым шынайы ақиқатты іздеуші жандар болғанын байқайсыз. Олар өмірлерінің алғашқы кезеңінде тура жолды таппаған болуы мүмкін, немесе ол туралы ештеңе білмеген болуы да мүмкін. Бірақ ақиқат алдарынан шыққан сәтте ақ Алла тағала олардың көкірегін бірден хақ дінге ашып жіберді. Сондықтан Сәлман әл-Фарисидің өмір жолына бір үңілейікші. Ол кісі ақиқатты іздеп Парсы елінен, сонау Парсы елінен Шам өлкесіне барды. Сосын қайтып Иракқа барды. Сосын Мәдинеге келді. Қандай ұзақ сапар шекті десеңші. Осының бәрі тек қана бір нәрсе үшін, тек ақиқатқа жету жолындағы талпынысы еді. Нәтижесінде Алла тағала оған не сыйлады? Оған оның көкірегін ислам дініне кең ашылу атты ұлы сыйлықты берді. Ал оның құл болып жұмыс істеген қожайыны ше? Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи шынайылығын Салманнан да жақсы білетін еді. Бірақ Алла оның көкірегін ислам дініне ашқан жоқ. Яғни білім, ақпарат екеуінде де бар еді. Анаусында білім бар еді. Бірақ Салман ақиқатты іздеп аласұрды да. Тек оны қайдан табарын білмеді. Алла тағала оның осы ізденісіне сай әділетті түрде оны тура жолға салып хақ дінге жеткізді. Бұл туралы Алла тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Уаллазина тадау задахум худа". Тура жолға түскендердің Алла туралығын арттыра түседі. Мұхаммед сүресі 17 аят. Ал қарсы тарап туралы былай дейді: "Фаламма загу азагаллаху кулубахум". Олар бұрыс кеткен кезде Алла да олардың жүректерін бұрыс бағытқа бұрып жіберді дейді. Саф сүресі 5 аят. Бақара сүресінде Алла тағала өз құлдарын ақиқат жолын көрсету арқылы қалай сынайтынын білдіретін бір аят бар. Олардың ішінде ақиқатты көріп, көкірегі оянып, Алла оған жол ашатындар да бар. Сондай-ақ жүрегі тас болып жабылып қалатындар да бар дейді. Алла тағала ол жайлы мәселе Құранда былай дейді: "Мәсәлухум кәмәсәли аллази истауқада наран фаламма адаат ма хауlahu ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون". Яғни олардың мысалы қараңғы түнде от жаққан адамға ұқсайды. Ол от айналаны жап-жарық қылған кезде Алла олардың нұрын, яғни көру қабілетін алып қояды да өздерін ештеңе көрмейтін қараңғылықта қалдырды дейді. Бақара сүресінің 17 аятында. Яғни Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям алып келген ақиқатты оларға бұл тартпас дәлелдермен ап-айқын көрінді. Бірақ олар оны қабылдай алмады. Өйткені Алла елшісінің алып келген бұл хақиқатын қабылдамауының себебі, ең үлкен себебі олардың тәкаппарлығы еді. Тәкаппар болғандығы еді. Олар сол нәрсені іздеуге талпынбағандығы еді. Егер ақиқатты іздеуге талпынып әрекет жасасаң, Алла тағала бір күні саған ақиқат есігін кең ашып қояды. Алла амандық берсін.